Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге арналған алғашқы сабақты бастаймыз. Бұл сабақта сіздер іс-қағаз жүргізу тәртібі, соның ішінде үнемі жұмыс барысында кездесіп жататын құжат түрлерін толтыру үлгісін үйренесіздер. Кез келген мұғалім не сынып жетекші болсын, пән ерекшелігіне қарамастан іс-қағаздарды сауатты жүргізу ең бірінші міндеті болып табылады. Сондықтан мен алғашқы сабағымда сіздерге әдістемелік көмек ретінде ұсынғалы отырмын. Бұл құжат толтыру үлгісі орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттар тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы құжатты негіздемеге алдым. Соның ішіндегі ең алғашқы сабағымыз біздің анықтама жазу үлгісі. Анықтамалар материалды жалпылайды, барлық деңгейдегі мәжілістерде талқыланады, жоғары тұрған ұйымдарға тапсырылады. Енді анықтама дегеніміз не? Анықтама бұл бақылаудың, тексерудің нәтижесін баяндайтын жазбаша құжат. Анықтама басқару әкімшілігінің кез келген қызметкерінің бақылаушылық қызметінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан анықтаманы жазу барысында төмендегі әдістемелік нұсқауларды пайдалануға болады. Анықтама бұл бақылаудың, тексерудің нәтижесін баяндайтын жазбаша құжат. Түрлі мектептердің және басшы қызметкерлердің анықтамаларын талдау барысында анықтамаларға тән төмендегі қасиеттер анықталады. Ол бірінші, анықтаманың тақырыбы белгіленеді. Екінші, бақылау мақсаты. Үшінші, бақылауды өткізу уақыты. Төртінші, бақылауға қатысушылар. Бесінші, бақылау барысында анықталған жағдайлар. Алтыншы, ұсыныстар. Анықтаманың мазмұны 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі кіріспе бөлім, екіншісі негізгі бөлім және үшіншісі қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімінде анықтаманы зерттеу нысаны, зерттеу мерзімі, тексеру тақырыбы, тексеру мақсаты және бағдарламасы, сондай-ақ тексерушілер, орындалған жұмыс көлемі жатады. Ал негізгі бөліміне тексеру барысындағы зерттеліп жатқан мәселенің жалпы сипаттамасы, мәселені шешудің жетістіктері мен кемшіліктері, оңтайлы және жағымсыз жақтар, олардың пайда болу себептері жатады. Негізгі бөлімінде тексерудің әрбір сұрағына нақты жауап беру, жетістіктерге баға беру, кері құбылыстардың себебін анықтау міндетті түрде қажет. Қорытынды бөлімінде талдаудың нәтижесін жалпылау, қорытындылар шығару қажет. Орындау мерзімін нақты көрсетіп, ұсыныстарды анықтау керек. Қорытындылаудың формасы мен мерзімін көрсету керек. Анықтаманы төмендегі жерлерде талқылауға болады. Әдістемелік бірлестік отырысында, директор жанындағы мәжілісте, педагогикалық кеңесте, әдістемелік кеңесте, ата-аналар жиналысында. Анықтаманы жазған қызметкер анықтаманы директорға тапсырмастан бұрын анықтамаға қатысы бар мұғалімдерді оның мәтінімен таныстырып, пікірін тыңдап, қажеттілігі бойынша түзетулер енгізе алады. Осымен алғашқы сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.